Күн құрметті достар, бүгін мен сіздерге иммунитетті көтерудің жолдары жайлы толық ақпарат беретін болам. Жалпы иммунитетті көтеру үшін күнделікті өмірде спортпен айналысу керек, дұрыс тамақтану керек, таза ауада күніне 2-3 сағат серуендеу керек, стресстен арылу керек, ағзадағы дефицит С, Д, А витаминдер жеткілікті болу керек, дұрыс тамақтану керек, құрамында цинк, С, Д және де А витаминдеріне толы өнімдерді қолданып отыру керек, және де құрамындағы қанты көп тамақтарды аз жеу керек, және де салауатты өмір салтын сақтанып отыру керек. Тәтті тамақтардан бас тартуға тура келеді. Және де күнделікті өмірде құрамында витамин мен минералдарға байытылған жеміс жидектер жаңағы тұтынып отырсаңыздар, сіздің иммунитетіңіз міндетті түрде мықты, сау болады. Дүние жүзі бойынша 80-20 деген статистика бар. Көбінесе көктем және күз мезгілдерінде көп адамның иммунитеттері 80%-ке түсіп кетеді. Сол кезде адам не істейді? Шаршай бастайды, әлсірей бастайды, тершеңдік болады. Шамалы нәрсеге жаңағы ауруды тез қабылдайтын болады. Сондықтан да күнделікті өмірде салауатты өмір салтын сақтанып, аптасына 2 рет жаңағы баняға барып тұрсаңыздар, моншаға барып тұрсаңыздар болады. Спортпен айналысу керек, таза ауада серуендеп, тауға, қала сыртына шығып кішкене бір мезгіл демалып тұрсаңыздар, иммунитеттің жақсы көтерілуіне ол да септігін тигізеді. Және де бұл жерде иммунитеттің жақсы көтеру үшін тыныш ұйқы өте маңызды. Сондықтан да күніне 8 сағат міндетті түрде дұрыс ұйықтау керек. Телефон, теледидардан біршама алыс, миды кішкене демалдыру керек. Спортпен, йогамен айналыссаңыздар болады. Футболға барсаңыздар болады, фитнес клубтарға барсаңыздар болады. Ондай баруға жағдайларыңыз болмаса, паркке немесе есік алдында күнделікті 2 сағат, 1 сағат серуендеп отырсаңыздар, иммунитеттің жақсы көтеруіне ол да жақсы септігін тигізеді. Және де сіздерге айта кетер жағдай, осы иммунитетті көтерудің тағы бізде керемет өнім бар. Бұл NL компаниясының Vita Plus шайы деп аталады. Бұл Vita Plus шайы сіздің жаңа күнделікті өмірде ішіп жүрген қара шайдың орнына осы Vita Plus шайын қолданатын болсаңыздар, сіздің отбасыңыздың, үйіңіздегі кішкентай баланың, үлкен кісінің, мама, папаларыңыздың барлығының иммунитетінің жақсы көтерілуіне өте керемет көмектеседі. Адам ағзасы витаминдерді ұзақ уақыт сақтай алмайды. Дегенмен витаминді үнемі арасын алыстатпай қолданып отыру керек. NL компаниясының ұсынған Vita Plus шай иммунитетті өте жақсы көтереді. Себебі бұның құрамында Алтайдың эндемиялық шөптері бар. Құрамында қара үнді шайы, долана бар, гибискус бар, жапайы раушан бар, тау гүлі, жеміс ағаштары бар. Жалпы долананың пайдасы бұл жүрек қан тамыр жүйесін жақсартады, қан қысымын төмендетеді, холестеринді қалыпқа келтіреді, қандағы қант мөлшерін бір қалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Құрамындағы иван шай бұл жалпы шаршауды басады, ұйқыны тыныштандырады, ішектің жұмысын, метаболизмді қалпына келтіреді, ағзадағы токсиндерді сыртқа шығуға жақсы көмектеседі. Күнделікті өмірде таза табиғи сапалы шайларды, витамин баттарды қолданып, өз денсаулықтарыңызды өздеріңіз қолдарыңызға алыңыздар. Сіздерге осы ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Мені қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Келесі кездескенше.